Украинаның волейбол бойынша қадынлар тақымы Авропа Лигасы 2017 ярышында ғалебеге емин адымны атты. Хельсингте кешірілген бірінші финалда Гария Егязаровның ойыншылары Финляндия тақымыны үч бір әсабынен енді. Құруға да ғалебе қазана білейеділер. Ама үшінші сәтте 20-13 әсабы еле ғалебеге вақтындан әвел инанды сонында пешман олдылар. Нәтижеде әсап 22-25. Сонки ойында Украин қызлары мейданчықның сәйбелеріні мейданчықтан йоқ етті. 25-11. Енді елінің 9-ында Ивано-Франковскта Қадынлар лигасының финалы кечірілежек. Хатырлатам, Украина бұл ярышларда ilk сефер иштирак етті. Бізім әркеклер тақымымыз кечкен жұма әртісі күні турнир чемпионы олды. Енді Қадынлар тақымның невбетті.